Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Айгүл мен Арман бір мекемеде ұзақ жылдар бойы жұмыс істейтін. Айгүл әрдайым жинақы, жауапты, барлық тапсырмаларды уақытылы орындап, ұжымдағы беделді маман атанған еді. Ал Арман керісінше, сәл ұқыпсыздау, кейде кешігіп келетін, бірақ әріптестерімен жақсы тіл табысатын. Әзілге жақын жігіт болатын. Екеуінің ортақ дүниелері көп емес секілді көрінетін. Дегенмен уақыт өте келе қарым-қатынастары бірте-бірте тереңдей бастады. Бір күні мекеменің жаңа жобасы қолға алынды. Арман мен Айгүлді бірге жұмыс істейтін топқа қосып, маңызды тапсырмаларды жүктеді. Күнделікті бірлесе жұмыс істеген сайын екеуінің әңгімесі тереңдей түсіп, олар бір-бірінің көзқарастары мен армандарын түсіне бастады. Арман әдеттегідей өзінің жеңіл мінезімен жұмысты әзілмен атқарып жүрсе де, Айгүл оның жұмысқа деген жауапкершілігін байқап, оған бұрынғыдан да көп көңіл бөле бастады. Ал Арман Айгүлдің тәртіптілігі мен еңбекқорлығына сүйсініп, оның жанындағы нәзік әрі жылы мінезді сезіне бастады. Бір күні кеште жұмыс күні аяқталғанда екеуі офис терезесінен қаланың шырайлы түнгі шамдарына қарап отырды. Жұмыс жөніндегі әңгіме бірте-бірте жекелік тақырыптарға ауыса бастады. «Сен осы қалада көп жыл тұрасың ба?» деп сұрады Арман терезеден сыртқа қарап. «Иә, мен осында өстім, бірақ кейде бәрін тастап басқа жаққа кеткім келетін кездер болады», деді Айгүл күлімсіреп. «Қызық, мен де солай ойлаймын. Бірақ өзің сияқты адам болса, қайда барсаң да тыныш, тамаша шығар», деді Арман жұмсақ үнмен. Осы сөздер екеуінің арасындағы шекараны жойып, жүректерін жақындата түсті. Айгүл мен Арманның қасына қарай ығысып, көздеріне бір ұшқын пайда болды. Екеуі сол күннен бастап тек жұмыста ғана емес, күнделікті өмірде де бір-бірін іздейтін болды. Олар бір-бірін қолдап, қиындықтарға бірге еңсеріп, бақытты сәттерімен бөлісіп жүрді. Арманның әзілі мен Айгүлдің сабырлығы үйлесіп, екеуі романтикалық қарым-қатынастағы қызметтес болды. Осылайша қызметтегі роман махаббаттың әдемі тарихына айналды. Айгүл мен Арман өмірде ең маңыздысы тек жұмыс емес, жанында қолдайтын, түсінетін адамның болуы екендігін түсінді. Айгүл мен Арманның қарым-қатынасы тереңдей түсті. Жұмыстағы серіктестік махаббатқа ұласып, екеуі махаббат кездерін бірге өткізіп жатты. Бірақ олардың қарым-қатынасы да қиындықтар болмады емес болды. Айгүл өте жауапкершілігі мол, тәртіпке қатал адам болғандықтан, Арманның кейде ұқыпсыздығы мен жайбасарлығы оны мазалай бастады. Бәрін алдын ала жоспарлауды ұнататын, ал Арман жағдайға қарай шешім қабылдап, бәрін соңғы сәтте атқаратын еді. Бұл екеуінің арасында түсініспеушіліктер туғыза бастады. Бір күн үлкен жобаға дайындалып жатқанда Арман тапсырмаларды кешіктіріп, Айгүлді әбігерге салды. Жұмыс аяқталған сәт жақындап, жоба уақытында тапсырылмай қалуы мүмкін еді. Айгүл қатты ашуланып, «Арман, сен әрқашан бәрін кейінге қалдырасың. Мен сенім артып, сенімен бірге жұмыс істеуге дайын болдым, бірақ сенің жауапкершілігің аз», деп ренжіді. Арман өз қателігін түсініп, көздерін төмен түсірді. Бірақ ол өзінің жайбасарлығын Айгүл үшін қаншалықты маңызды екенін алғаш рет толықтай сезінді. Ол шынайы түрде кешірім сұрады. «Айгүл, мен шынымен қателік жасадым. Сенің бұл сөздеріңді естіген маған өте ауыр болды. Бірақ шындық осы. Мен саған қолдау бола алмағанымды білемін, және өзгеруге уәде беремін». Айгүл Арманның шынайылығын сезініп, ренжіген жүрегі сәл болса да жібіді. Дегенмен, бұл олардың қарым-қатынасы үшін үлкен сын болды. Екеуі де бір-бірін түсініп, өзгерістер жасауға дайын ба, әлде осы қиындықтардың арқасында өз жолдарын таппай ажырасып кете ме деген сұрақ туындады. Бірнеше күн өткен соң Арман Айгүлді кешкі асқа шақырып, екеуі бейресми жағдайда әңгімелесіп алды. Ол Айгүлге өзінің балалық шағындағы жайбасарлық пен ұқыпсыздығын себебін ашық айтты. Оның бұл мінезі өткен оқиғалармен байланысты екен, және сол мінездің өзгеруі үшін уақыт керек екенін түсінді. Айгүл де оны түсінуге тырысты. Ол Арманның жай ғана жұмыс барысында емес, күнделікті өмірде де өзімен күресіп жүргенін көрді. Бірте-бірте олардың қарым-қатынасы қайтадан қалыпқа келіп, Арман жауапкершілікті өз мойнына ала бастады. Ал Айгүл Арманды қабылдап, оның кемшіліктерін түсініп, өз сабырлығын көрсетіп жүрді.
осыдан кейінгі уақытта екеуі жұмыс пен махаббатты тең ұстауға тырысып бір-біріне қолдау көрсете бастады. Олардың қызметтегі романы шын мәнінде жаңа деңгейге көтерілді. Екеуі де бір-біріне сенім артуды үйреніп және бірге алға жылжудың қиындықтарын түсіне отырып шынайы махаббаттың маңызын білді. Арман Айгүлге бір күндері романтикалық ұсыныс жасап, оны өмірлік серігі еткісі келді. Бірақ ол бұл қадамға асықпай, алдымен екеуінің қарым-қатынасын одан әрі нығайтуға, бірге болуға үйренуге бел буды. Айгүлде уақыт өте келе Арманның бұл қарым-қатынасқа байыппен қарайтынын сезініп, екеуінің болашағына сеніммен қарады. Күндер өте Айгүл мен Арман бір-біріне бұрынғыдан да жақын болып, шынайы махаббаттың, түсіністік пен сыйластықтың арасында бірге болуға жылжи бастады. Арман Айгүлге кешкі асқа шақыруын ерекше бір мән беріп, ыңғайлы сәтті күтіп жүрді. Жұмыстағы қысым мен тығыз графикке қарамастан, ол екеуінің арасындағы қиындықтарды шешіп, шынайы сөйлесуге мүмкіндік беретін уақыт тапқысы келді. Бір күні жұмыстан кейін барлығы үйлеріне тарай бастағанда, Арман Айгүлдің жанына жақындап, аздап қобалжи сөйлей бастады. «Айгүл», деді ол даусын жұмсартып, «біз соңғы кездері көп нәрсені бастан өткіздік. Мен білемін, кейде сені ренжітіп алдым. Жауапкершілікті сезіне алмадым, бірақ мен сені қатты бағалаймын. Сенің сенімің мен үшін өте маңызды. Бізге бірге жақынырақ түсіну үшін уақыт қажет секілді. Осы кешті сені кешкі асқа шақырғым келеді. Тек екеуміз жұмыстан бөлек көңілді әрі жеңіл әңгімелерді арқылы бір-бірімізді қайтадан табатын сәт болса деймін». Айгүл оның шынайылығын сезініп, күлімсіреп көзіне қарап, «Жақсы Арман, бізге шынымен осындай сәт қажет сияқты», деді. Арманның жүзіне қуаныш нұры тарай бастады. Ол өзінің терең сезімдерін дәл осылай жеткізгісі келген. Және Айгүлдің келісімі оның жүрегін жайландырып, екеуінің арасында сенімнің орнай бастағанын білді. Кешкі ас ерекше жергілікті мейрамханада болды. Шамның жарығы жылы, жайлы музыка, ортадағы атмосфера романтикалық еді. Арман Айгүлдің алдында орындықты сүйреп, оны жайғастырғаннан кейін екеуі әңгімеге кірісті. Алдымен жұмыстан тыс күнделікті өмірдегі ұсақ-түйек мәселелерін бастап сөйлесті. Арман оған әзілдерін қосып, Айгүлдің көңілін көтерді. Ас ішіп болғаннан кейін Арман Айгүлге байыппен қарады. «Сен мен үшін тек әріптес емес, өмірімнің маңызды бір бөлігіне айналып бара жатырсың, Айгүл. Жұмыс барысында ренжітсем кешірім сұраймын, бірақ мен сені қатты бағалаймын. Менің ойымша, біздің арамыздағы бейтаныс жай ғана байланыс жұмыстан ғана туған нәрсе емес. Мүмкін біз бұдан да терең сезімдерді бастан өткеретін шығармыз», деді. Айгүл оның сезімдерін терең сүйіспеншілікпен, ұнату сезімімен сезініп, жүрегі лүпілдей соғып, күлімсірей жауап берді. «Мен де сені түсініп, саған қолдау көрсетуге тырысамын, Арман. Сен мен үшін қымбатсың», деді.